Претендентский болады, может чемпионский, бірақ претендентский деп ойлаймын. Қарсыласың кім болады бұйырса? Білмеймін, кім болса да шыға береміз ғой, біз таңдамаймыз. Құдай қаласа келесі жыл январь-февраль. Иә достар, Шавкат Рахмонов келесі жылдың қаңтар айында немесе ақпан айында шығамын деп жоспарлауда. Жекпе-жек бірінші нөмір үміткер болу үшін, яғни белбеуге келесі болып шайқасатын жауынгерді анықтау үшін болып қалуы керек. Ал сендермен бірге сол ID арнасы, мен тілші Иманғали. Көп созбаймыз, сұхбатты бірге тыңдайық. Кеттік, бастаймыз. Жоқ, қазір дайындық басталып кетті, енді уақыт жоқ. Да? Құдай қаласа келесі жыл январь-февраль. Бізде енді 1-2 ай дайындалып шығып кету деген жоқ. Бізге жақсылап дайындалу керек, қарсыластарымыз мықты, сондықтан да біз жақсылап 5-6 ай уақыт кетеді. Енді жайлап формаға келіп отырмыз. Жалпы қазір охота рыбалка болғанмен уақыт жоқ қазір. Оны қоя тұрып. Соны қоя тұру керек болып тұр. Бұйырса 26 жыл басында да, январь-февральда. Құдай қаласа, ниетіміз сонда, енді бәрі жақсы болса. Қарсыласың кім болады бұйырса? Білмеймін, кім болса да шыға береміз ғой, бізге. Біз таңдамаймыз. Бәріміз күтіп жүрміз, брат. Білемін. Прям очень хотим, чтобы ты стал чемпионом, брат. Иншалла, чемпион бол. Иә достар, ал біздің UFC-дегі жауынгерлердің және де жалпы UFC-дегі жаңалықтарды, толық жекпе-жектерді және тікелей эфирге сілтемелерді білгілерің келсе, біздің Telegram арнаға қосылыңдар. Сілтемесі осы бейненің төменгі жағында. Осы жексенбіде болатын Оливейра мен Гамроттың толық жекпе-жегін және тікелей эфирге сілтемесін біздің Telegram арнамыздан таба аласыңдар. Тезірек Телеграмға тіркеліп, одан кейін қайта оралып сұхбатты жалғастырыңдар. Кеттік. Брат, вот такое бывает такое, что ты едешь, тебя подрезали там, ну, зацепился на дороге. Бывало такое, братан? Жоқ, енді әртүрлі жағдай болады. Болғанда шығар, бірақ енді қолдан келгенше білмеймін енді. Енді шығып, просто, мне кажется, кто подрезал Шавката, вот просто его увидит, все, братан, кешір дей салатын шығар. Танитын адам кешір деп сол. Не істейміз ғой енді, бізде адамыз, бәрімізде болады ондай қателік. Мен де біреуді подрезать етуі мүмкін, бұл адамилық фактор ғой, не істейміз. Алматының пробкалары деген психологияға қатты рөл ойнайды. Шыдалмай кетесің, таңертең бір жерге барсаң, көптер пропускать етеді, кешке қарай уже пропускать етпейді, бәрі шаршап, жұмыстан нервтер бітіп. Түсінеміз, болады, бәрімізді сөйтіп жүреміз. Шавкат, күнне қанша тренировка? Қазір күнде 2 рет. Утром и вечером, да? Иә. Примерно қандай тренировка? Қызықта бізге әртүрлі, сен келсең көресің. Мен келмей қойыңшы, братан. Кел. Мен ана кім жекалармен жүререйін, томпақтармен. Енді олар басқаша ғой, енді басқаша тренировка, бізде интенсивный, по-другому работаем. Чемпиондық белбеуді алып келу керек Қазақстанға. Ниетіміз сол үшін жүрміз, басқа мотивация жоқ. Я видел пару раз в интернете, Шавкат енді шықпайтын болды, енді шығады деп көбісі түсінбей жатыр да. Енді мен анығын білетін болдым. Шавкат UFC-де бұйырса жақын арада шығатын болады. Это будет какой-то чемпионский сразу на за пояс или? Может претендентский болады, может чемпионский. Бірақ претендентский деп ойлаймын, неге дегенде біздің дивизион өте жақсы, мықты қарсыластар көп, сондықтан да бір уақытта тұрмайды. Мен өзімде уже декабрға қарай 1 жыл болады төбелеспегеніне. Сондықтан да маған претендентский бой беретін сияқты. Күтеміз, көреміз. Бұйырса, солай болсын, иә, брат. Самый главный, жалпы көңілден шықты ма, брат? Иә, әрине. Мен то Астанадан, то сен кетіп қаласың, никак кездесе алмай жүрміз да. Осы Геленваген өзі Шавкат Геликті жақсы көреді. Иә, Геликтің фанатымын, жаңасы болсын, ескісі болсын. Сенде қазір, получается, 3 поколение бар. 3 поколение болды, бір поколениесін беріп жүрдім, 53-тен. Ана ақты ма? Ақты, охотаға мінген, бірақ кішкене не десем болады. Проходимысы жақсы, бірақ капризнелау, бір ремонт істетсе, битурмама. Не істейді. Вот он, друзья мои, V8 компрессор, это вот как автомат Калашникова, безотказный, легендарный двигатель. Енді новый бар и мынау бар, иә? Иә, новый мен осы жетеді маған. Біреу қалаға, біреу охотаға. Егер бір жаққа шығатын болсан, хабарлас, брат. Бізде де крузак бар и сейчас. Рахмет саған. Крузак өте алмай қалады, брат, мұны өткен жерден. Көрейік. Қазір питание қалай болып жүр? Питание бәрі четко. Мен де режим бәрі де жақсы, ойдағыдай. Брат, мне всегда интересно, ана октагонға шығасыңдар ғой. Там страшный адреналин же вообще. Нет такого страшного. Вот люди, деп тұрады ғой. Там кипиш. Я просто көрдім.
өз көзіме UFC-ге барғам. Мен ойлаймын да, боец шыққан кезде там давление страшное, да? иә әрине, тем более біздер үшін өте давление қаттылау болады. Мысалы үшін американецтер төбелескен кезде олар жеңілсе де ештеңе ойламайды ғой. Мен жұмысым анау мынау. Бізде деген біз сеземіз ғой, Қазақстанда қаншама адам қолдайды, қаншама адам қарап тұр. Сол үшін бізде не десем болады, Двойной спрос, да? двойной спрос қой. Құдай сақтасын, ештеңе болмай қойсын, бірақ уайымдайсың. Сол ғой уайым, атақ қорқу деген любой адамда болады деп ойлаймын мен. Иә. Ол тек қана жындыларда болмауы мүмкін. Біз адам болғаннан біз әртүрлі эмоцияны сезінеміз, бірақ эмоциямызды дұрыс контроль жасауымыз керек шыққан кезде. Если біз қатты қорқатын или уайымдайтын болсақ, біз өзіміздің істейтін әдістерімізді ұмытып істей алмай қаламыз. Күшіміз кетіп қалады. Ой, басқа жерде. Ой, басқа жерде күшің кетіп. Бойға шыққан кезде уже все, адам бар ма жоқ, уже қарамайсың. Бойға шыққан кезде уже басқаша болады. Бойға шыққанға дейін октагонға мына рефери бастағанға дейін кішкене не боласың? Волнение болады. Уже басталғаннан кейін ешқандай волнение бәрін жинап тастау керек. Тек қана суыққандықпен. А с вами работают психологи, там что, настрой? Бізде жоқ, жалпы психологтар бар деп ойлаймын. Істейтін боецтарда. Бірақ Шафхату не нужен психолог. Ну вообще настрой негізі, да? Настрой болу керек, өте қатты мықты. Все, брат, рахмет. Сәттілік саған, Рахмет брат. сіздерге Жол де. болсын. Бәрі күшті. Бұйырса чемпион бол. Бәріміз күтіп отырмыз соны. Рахмет. Шафхат мынау гелик өзіне ұқсап тұр ғой. Өзің сияқты мощный болып тұр ғой. Мощный, дерзкий. Дерзкий. Шығып көрдің ба уже бір жаққа? Иә, әрине. Нормально. Екі амортизатор. Иә. Как отрабатывает? Кішкене қаттылау, бірақ ұнайды. Зато сынып кетпейді амортизаторда. И анда не полемен жүруге болады да? Чисто бездорожье. Мынау диск қалай болды? Диск біраздан бері негізі өзімді таңдап жүрдім. Сен де айта салдың ғой, осындай диск маған ұнайды. Как раз көңілден шығып. Керемет. Да, эти диски әдемі вид беріп тұр. мы заказали, ждали специально для Шафхата. Этот дизайн выбрали в стиле 4x4, да? Естественно, уже біраз уақыт өтіп кетті да, мен есімде жоқ, не істеп едік, біз мынаны краскіледік, иә, мынаны? Краскаладық, текстурный в стиле G-класс Professional, я буду такими умными словами говорить. Потому что Шафхат выезжает часто на охоту, рыбалку, активно выезжает, и вот именно в версии G-класс Professional они идут вот в таком матовом исполнении, мы это повторили, усилили ходовку, пленку же мы еще покрыли. Да, пленка какой-то ты говорил. Арматек, да, Арматека мы енді кусты, не кусты, брат, вообще смело залетаешь, эта пленка восстанавливается, восстановительный эффект имеет. Дополнительное освещение қойыпсың. Освещение, багажник, бәрінеге бар, дополнительный бак. Где-то 1000 километров спокойно проедет. Смело, да? Қазір пробег қандай? Пробег 83 мың ба, 82 мың болды ғой. Вообще негізі изначально бұл машина келген кезде состояниесі өте жақсы болды. Қайдан? Қазір де жақсы. Қатты қиналған жоқ пока. Қинаған жоқпын әлі. Көрмедім әлі. Қазір сезон ғой. Құдай қаласа келесі жыл январь-февраль. Ал Шафкаттың қарсыласы кім болады деп ойлайсыңдар? Негізі қазіргі босс Камару Усман бар, немесе Шон Бреди бар. Қалғандары бір рейтингта төмендегілер. Осы екеуінің қайсысы шығады? Комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Сендермен болған Сол Айди арнасы, мен Иманғали, қош аман, сау болыңдар.